Қалайсыздар достар, бүгін мен сіздерге өзімнің кеше және бүгін ашқан сделкаларыма разбор жасайын деп жатырмын. Кеше мен стоп-лосс ұстаған болатын. Не үшін стоп-лосс болғанын мен потом зерттеп дұрыстап қарап шықтым. Сол не үшін стоп-лосс болғанын көрсетемін, және бүгінгі сделкам тоже тейкпен жабылған болатын. Сол сделкамды тоже көрсететін боламын. Давайте енді кешегі сделкамен бастайық. Қараңыздар, жалпы неделькамен қарайтын болсақ, яғни апталық анализбен қарайтын болсақ, бізде PVL-ды шешкеннен кейін ары қарай уже PVH-ға кеткен. Сосын апталық фракталды шешкен. Және бір қызығы, тағы бір фракталға кішкене жетпей қалған. Мен ойладым, осы фракталға скорее всего барады деген ой болды менде. То есть лонг қарастырған болатын бұл жерде. Не үшін лонг қарастырғанымызды сразу айтып кетіп жатырмын. Және қате болған тұсы, негізі герсоргта бір фрактал шешкен бойда алғашқы реакция алуына, өте үлкен күшті реакция алуына негізі күш жеткілікті бір фракталдың өзінен. Герсоргты солай. Ең бірінші ошибка, то есть фракталды шешкенім мен игнорить еткенім, то есть тағы да мына жаққа цель еткенім. Кішкене ғана қалды, бірақ ол кішкене коррекция жасап тұрып, сосын бармаса қазір бірден бара қояды деген ожидание дұрыс болмаған еді. Енді жарайды. Дневкамен қарайтын болсақ, бізде күндік ценовой диапазон формироваться етіп жатты, бірақ әлі формироваться етілген жоқ еді ол кезде. Заранее дайындап қойған болатынмын. Сосын 4 сағаттыққа ауысатын болсақ, 4 сағаттықта ценовой диапазон бар. 4 сағаттық бір фрактал, именно жерде төменгі фрактал. Осы аралықта мен ойладым, вот ценовой диапазон бар, значит объем бар, значит скорее всего лонг болады деген ожиданиемен мына 4 сағаттық имбаланстан реакция алып кетеді деген ой болған болатын менде. То есть уже келді бір рет, хотя біздің order flow деген order flow правиламыз бойынша негізі, если объем болса, бірден осы жерден кету керек еді. Алғашқы имбаланстан келіп, дальше келесі фракталға кету керек еді. Бірақ көріп тұрғандарымыздай, бұл инверсия жасап тастаған, бұл нені имбалансты. Окей, мен бұны игнорить еттім, бұл менде екінші қателік болды. Және мына жерде бір имбаланс болды. Мен бірақ бұл имбалансты игнорить еткенім ошибка деп ойламаймын, себебі кейде менде бұл имбаланстарға қарамай өзінің целіне жетеді. Жалпы осы имбаланс болған болатын осы жерде. Енді келесі ошибка менде бұл жерде самый грубый ошибка болды. Осы соңғы бір айдың ішінде менде ең грубый ошибкалардың бірі. То есть менде бұл уже екінші рет болып тұр. Сол екінші рет уже осы қателікті жасап тұрмын. Осы нәрсені дұрыстап маған қарап шығу керек болып тұр. Мен мына жерде 1 сағаттық ценовой диапазонды отмечать етіп қойған болатынмын. Бірақ мен бұны тоже игнорить еттім. Неге дейтін болсаңыздар, мына жақта бізде гэппен ашылған болатын баға. Сол гэпті толтырып, дальше уже 4 сағаттық ценовой диапазонды орындауға келеді деген ой болған болатын. Енді ошибка неде? Ошибка в том, что мен мына жерде мына уровеньді разворот уровень деп алған ошибкам ең үлкен қателік осы жерде. Неге десеңіздер, негізгі разворот бізде мына жақта болатын еді. То есть имбалансқа келген бағаны осы жаққа алып итермелеген жер, то есть соңғы lower high, то есть соңғы high бізде осы жерде болған болды. Ал мен мынаны белгілеп алдым. То есть бұл ешқандай несі жоқ еді, қатысы жоқ еді. Мен осы жерден асығып, былай шыққанда өйстіп лонг кірген болатынмын. То есть осылай перехай болады деген оймен кірген болатынмын. И көріп тұрғандарыңыздай бізде баға резко сбивать етіп, керісінше уже разворот болғанын көрсетіп, разворотта уже өзін бағасын орындап жатыр. То есть уже мына жаққа келгеннен кейін, мына шешкеннен кейін 4 сағаттық имбаланс берген. И 4 сағат имбаланс, то есть 4 сағаттық имбалансты инвертировать еткен, лонговый имбалансты, және 4 сағаттық жаңа имбаланс создавать еткен. Осыған қарап мен уже керісінше шорт ашуым керек болатын. То есть мына жерде мен керісінше шорт ашуым керек болған.
ал мен сол асығыстың кесірінен осындай қателік жіберіп алдым. Вот осылай кірсем болатын еді, мысалы примерно вот осылай кірсем тейкімді орындап беретін еді. Ну ладно, бұл ондай болып тұрады. Мен қателікпен жұмыс жасадық, түсіндік, қателік жасамау керектігін, бұндай келесі дұрыстап қарайтын болам. Ал енді бүгінгі сделкам менде британский фунтпен болды. Британский фунт бойынша менде апталық графикті қарайтын болсақ, бізде ценовой диапазон бар. Ценовой диапазон сбалансированный, то есть уже сбалансировать еткен, және апталық бізде имбалансты толтырған. Бізде мынау апталық имбаланс. Так. Осы имбалансты мен көріп тұрғандарыңыздай мына свечамен толтырған. То есть баға, скорее всего, шортқа деген позиция менде уже осы жерден бар еді, бар еді осыны толтырғаннан кейін. Бірақ пойзонаға келуін күттім. Пойзона, получается, бізге келді, осы апталық имбалансқа келген. Бірақ мен бұны основной пойзона деп алмадым, потому что ол апталық болғаннан кейін бізге локально қарастыру керек болды. Локально не үшін қарастырдым? Себебі бізде по-любому апталық немен қарағанда 0.5 зонадан төмен түсіп, дискаунт зонадан реакция алып бастап жатқан көріп тұрмыз. Әлі мынадан бізде подтверждение жоқ, что шортқа баратын. То есть әлі лонг позициясы, то есть лонг көзқарасы әлде в силе негізі. Но сонда да мен локальный шорт қарастырған болатымын. Енді шорт қалай кірдім? Шортты кірер алдында мен мына жақта күндік ценовой диапазон көрдім. Және бұл жақта күндік имбалансты инвертировать еткен. Бұны да мен учитывать етіп отырдым. Бірақ сонда да бұл жақта апталық имбаланс болғандықтан қатты күндік имбалансқа фокус қойған жоқпын. Дальше 4 сағаттық графикке ауысқан кезде мен бұл жақта 4 сағаттық ценовой диапазон көрген болатым, және 4 сағаттық имбалансты көрдім. Осы имбаланстан мен дальше уже подтверждение күттім. Подтверждение мен 1 сағаттан күттім. Получается, мына бізде 4 сағаттық имбаланс болса, осы 4 сағаттықта мен 1 сағаттан подтверждение күттім. 1 сағатта менде подтверждениені мына зонадан берді. То есть, байқасаңыздар, бізде баға не істеген? Бір рет осы жерде тоқтағаннан кейін барып, уже 4 сағаттық имбаланс создавать етілген осы жерде, осы свечаның арқасында. То есть мына зона бізде зона поддержка саналады. Получается, зона имбалансқа келгеннен кейін обратно жаңағы зона поддержкамызға 1 рет келген, 2 рет келген, тесіп өте алмаған, и 3-ші рет келгенде тесіп өтті. Осы тесіп өткен бойда мен уже ары қарай, то есть закреппен жабылған кезде 1 сағаттық мен ары қарай под RR, то есть мен стопты мынаның артына қоям деп шештім. Неге десеңіздер, самый безопасный стоп осы болатын. Енді не үшін именно сол жерге? Қазір оны да түсіндіріп кетейін. Себебі бізде алғашқы неміз закрепіміз осы жерде болды, и закрептен кейін бізде мынаны тесіп өтті мына уровеньде. Осы уровень тесіп өткеннен кейін, демек соңғы осы жерден бастап, бізде соңғы закрептен бастап, ары қарай егер баға кететін болса, біздің шорт логикамыз уже отмена болады. Мен сол үшін позицияны стопты осы жаққа қойған болатынмын. Тейкті 1-2 RR-мен қойдым. Бізде мынау PDL болғандықтан, бұл PDL болғанымен мен неге дальше целтеттім, одан төмен целтеттім. Неге? Бұл жақта да негізі көзқарас бар. Себебі бұл жақта бізде мынандай уровень тұр. Бұл уровень бір жағынан бұл бізде ликвидность. 4 сағаттық ликвидность. Қисық ашылғандықтан, свеча дұрыс көріп тұрған жоқ. Бұл бізде ликвидность болғандықтан, баға осы жаққа келеді деген ой болғандықтан, мен осы жаққа дейін тарттым. Бірақ мен до конца тартқан жоқпын, себебі бұл жаққа бармай қалуы да мүмкін еді. Мен сол үшін под RR алдым. Под RR деген сөз 1-2 RR мен өзімнің сделкамды алып, ашып, осылай сделкадан шығып кеткен болатынмын. Қысқаша айтатын болсақ, осы мен бұл сделкаларды кірер алдында өзім күнделікті осылай кіріп жатқан сделкаларында мен заранее осылай каналға жіберіп отырамын.
тегпен жабылса тегпен, стоппен жабылса стоппен, и күнделікті өзімнің статистикамды көрсетіп, барлығын прозрачно айтып отырмын. Если қызық болса, осы каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Алдағы уақытта тағы да қосымша осындай пайдалы сабақтар, пайдалы разборлар түсіріп сала берем деген ниеттемін. Ең бастысы сіздер поддержка беріп, тіркеліп отырсаңыздар, лайк басып отырсаңыздар болғаны. Ал келесі разборларда, келесі видеоларда кездескенше.